Бәріне сәлем, қалайсыздар? Сіздермен осындай видео түсіргім келіп отыр. И плюс ухотымды жағып тастағым келіп тұр. Наборда 6 ухот бар. Мынаны біз аптасына бір рет қолданамыз. Сухой бетке, сухой қолмен, сухой салфеткамен сүртеміз. Бізге чистка не үшін керек? Себебі бетімізде май жиналады, шаң жиналады, сөл жиналады. Барлығы жиналады, былайша айтқанда. И ол пораларымызға кіреді. Пораға кіргеннен кейін ол не істейді? Пораларын сүртуге бастайды. Қара точка комедондар басталады, закрытый, открытый комедондар болады. Это вам нужно? Нет. Арнайы салфетканы аламыз. Оп. Қыздар, өздеріңізді күтіңіздер. Кеттік, бірге умывашкамен бетімізді жуайық. Енді бірінші біз клеточный воданы қолданамыз. Сұйықтан қоюға. Естеріңізде болсын, сұйықтан қоюға қарай жүретін боламыз. Чистка не үшін қолдану керегін айттым ғой. Енді чисткадан кейін баня сауна деген общественный жерлерге баруға болмайды. 3-4 күн, 5 күн, сосын сутка бойынша боянуға болмайды. И желательно 2-3 күн даже боянбасаңыздар тіпті күшті болады. Ол на последний день ауыстырсаңыздар да болады. Сосын бетті қолмен ұстамаймыз. СПС сыртқа шықпаймыз. Осыны ұмытпаңыздар. Чисткадан кейін қыздар күтінуді ұмытпаңыздар. Уход обязательно керек. Пилинг ұмытпаймыз. Уходты ұмытпаймыз. Обязательно СПФ-ті тоже ұмытпаймыз. Келесі бізде сыворотка. Сыворотка осы байқасаңыздар көп уходта маленький болып келеді. Осындай видеолар сіздерге ұнайтын болса, маған комментарияға жазып кетіңіздер. Осындай видеолар көп түсіретін боламын. Мойынды да ұмытпаймыз. Аппарат бар, сол аппаратпен жағамын. Соңғы кремімізді жағамыз, сонымен SPF-ті жағамыз да сыртқа шыға берсек болады.